Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен өте дәмдәрі сочный болып шығатын осындай куриный котлеттер пісіретін боламыз. Егер сіздерге рецепт ұнаса, менің каналыма міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер. Бізге ең алғаш керегі тауықтың төс еті, яғни грудинка керек болады. Менде 800-900 граммдай жақсылап мясорубкадан өткізіп аламыз. Бір пияз және де 2-3 штук чеснок қостым. Осылай барлығын жақсылап өткізіп алдым. Кейіннен кейін тұз бұрышымызды дәміне қарай және бір жұмыртқамызды қосып, барлығын жақсылап араластырып алатын боламыз. Куриный котлеттердің бір жақсы жері асқазанға да өте жеңіл, ауыртпашылық болмайды. Сол себепті маған ұнайды, өте жеңіл тағам деп есептеймін. Және де жақсылап осылай ұрып алатын боламыз. Көп ұрудың қажеті жоқ. Менде осы мөлшермен 10-15 штуктай шығады. Осылай жақсылап тұрып формасын келтіріп алатын боламыз. Барлығын осылай дайындап қоямыз. Пісер алдында мен осындай панировочный сухариге жақсылап тұрып салып алатын боламын. Сол кезде хрустящий болып піседі. Кейін сковородкамызды отқа қойып, осындай мен пергамент кесін жақсылап мұжып аламыз. Сол кезде сковородкада дұрыс тұратын болады. Май құямыз, май көп құймаңыздар. Барлығын жақсылап қызарғанша өте дәмді етіп пісіріп алатын боламыз. 5-4 минуттай пісіреміз, себебінен кейін буда да жақсылап пісіріп алатын боламын. Бірінші зажаркамызды дайындап аламыз. Менде пияз, тәтті перец және помидор жақсылап қуырып алып, кейін котлеттерімізді барлығын жақсылап салып шығатын боламыз. Және де менде қатырылған укроп, ол міндетті емес, сәндік үшін қосамын. Иісі де өте керемет болады. Және де үстіне сәл су құйып 5-15 минутқа буда пісіріп алатын боламыз. Сіздерге ұнаса, міндетті түрде лайк, комментарий жасап кетіңіздер. Ас болсын.